Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын блинчиктің рецептімен бөліскім келіп тұр. Менен көбісі сұрайды. Бізге керек заттар міне осы видеода. Қанша мөлшерде екенін нақты астына жазып кететін боламын. Мен қолдың айранымен жасадым. 2 кесе айранмен где-то 40-қа жақын блинчик шығады, үлкен-үлкен. Ең бірінші осы пищевой соданы үстіне қайнаған су құйып өлтіріп аламыз. Содан кейін барлығын қатарынан осылай сала береміз. Жұмыртқаны, пищевой сода, ұнды барлығын салып, ұнды шамамен мен 16-18 қасықтай қосамын. Ол аз болса 20 қасықтай салуға да болады. Содан кейін қою болғаннан кейін үстіне су құйып, қайнамаған суды да құя беремін. Мен қайнамаған суды да құйып, сөйтіп сұйықтығын қалпына өзі нормасына келтіріп аламыз. Пиндодан алған сковородка әдем пісіреді. Сковородкаға да байланысты, негізі асты жабыспай пісуі. Баршаңызға ас болсын.